9 және де 12 емі туралы айтатын боламыз. Ең бірінші біз оның нормасын білуіміз керек. Нормада 3-тен 20-ға дейін, кей деректерде 7-ден 45-ге дейін деп аталады. Яғни ол жердің өлшегіш анализаторынан байланысты. Енді біз емдік дозаның қалай тағайындаймыз? 1 жасқа дейінгі балаларға 1 мг, 1 жастан 18 жасқа дейін 2 мг, ал 18 жастан және одан жоғарғыларға 5 мг тағайындайтын боламыз. Енді оны біз емдеп болғаннан кейін ары қарай анализдегі көрсеткіш түсіп кетпеу үшін оны ұстап тұру мақсатында поддерживающий терапияны 3 айға тағайындаймыз. Ол 0,5 мг және 500 микрограмм болып саналады. Емін, яғни біз емін көбінесе 1-ден 3 айға дейін бұл көбінесе таблетка түрінде пироз деңгейінде тағайындалады. Яғни 1 ай ішеді, сосын 10 күн демалып болған соң біз анализ тапсырып көреміз. Яғни бастапқы деңгеймен қазір 1 айдың ішкендегі айырмашылық бар жоқтығын білу мақсатында. Дозасы яғни жаңа айтқандай 1 мен 5 мг арасында тағайындалатын болады. Жүкті әйелдерге біз активный форма метилфолат түрін тағайындайтын боламыз. 400-800 микрограммға дейін тәулігіне. Енді жүкті әйел болсын, бірінші триместрде, немесе жүктілікті жоспарлап жүрген әйел адамдар 3-4 ай алдын бастап ішуіне болады. Көбінесе бізде буыннан ауруы бар адамдар метотрексат, яғни көбінесе ревматоидты аурулары кезінде қабылдайды. Метотрексат аптасына 1 рет ішетін болғандықтан, бізде оны аптасына 1 рет 5 мг дозада, яғни көбінесе үлкен кісілер болғандықтан 5 мг метотрексатты қабылдаған соң 24 сағат өткен соң 5 мг ішетін болады, ал күнделікті 1 мг ішіп отыру керек. Себебі метотрексаттың побочный эффектісі ағзадан фолиді шығарып тастайды. Бұл өте маңызды. Енді 12-нің еміне келетін болсақ, бізде соның нормасын білуіміз керек. Нормада 200-ден 900-ға дейін. Бұл өзіндік анализінде. Ал біз общий кровиде развернут формасында біз көре аламыз. MCV бізде 80 мен 100-дің арасында болу керек, ол кезде ол жоғарылап кетеді. MCRC нормасы 23-33-ге дейін, MCRC 33-37-ге дейін, кейбір анализдерде 320-360 деп көрсетеді. Ал цветной показатель 0,80-ден 1,05-ге дейін, бұл кезде барлық көрсеткіштер жоғарылап кетеді. Яғни макроцитоз формасында мегалобластомия деп айтамыз. Ал емі кезінде біз оны таблетка түрінде қабылдаған, ол тиімсіз болып саналады. Мысалға баттар бар, кейбір препараттар, олардың барлығы уақытша эффект көрсетуі мүмкін, және де ол сүйек кемігіне жете алмай қалады. Сондықтан біз оның емі кезінде тағайындаймыз бір инъекцияны внутримышечный 1 рет аптасына. Кейбір адамдар система түрінде күнде қабылдайтындар болады, бірақ ол дұрыс емес. Сондықтан біз оны аптасына 1 рет қана внутримышечный инъекция түрінде тағайындаймыз. Ол яғни емдік ұзақтығы 4 аптаға созылады. Яғни 4-6 аптаға дейін. Яғни аптасына 1 рет қана, яғни ол 4 рет 4 инъекцияны білдіреді. Балаларға тағайындайтын болса, 1 жасқа дейін 200 микрограмм түрінде тағайындалады. 1 жастан 12 жасқа дейін 500-500 микрограмм, ал 12 жастан және одан жоғарғыларға 1000, яғни мысалы 1 ампуланың құрамында 500 болса, получается 2 ампуланы біз жан басына внутримышечно тағайындайтын боламыз.